Саламатсыздар ма? Каналыма хош келдіңіз. Бүгін свежий салат жасадым, қыздар. Балғын салатымыз өте тамаша шығады. Менімен жасап көріңдер. Менің каналымды қолдап, маған тіркеліп кетіңдер. Алдын ала көкөністеріміздің барлығын жуып, тазалап аламыз, қыздар. Міне дәл осылай. Помидорымызды, огурцымызды, балғар бұрыштарымызды барлығын жуамыз. Барлығын жуып болғасын турауға көшеміз. Дәл осылай қылып помидорларымызды жақсылап турап аламыз. Көлемділеу қылып осылай. Қыста жегенде свежий, дәл жаздағы жегендей болып тұрады, қыздар. Өте тамаша, менімен жасап көріңдер. Маған осы салат ұнайды, қыздар. Енді огурцымызды тураймыз. Огурцыларды қалауыңызша турай бересіңіздер, қай-қайсысында ұнағанынша турайсыңдар, қыздар. Мен дәл осылай тураған жақсы көрем. Осылай турадым. Огурцымыз турап болды. Енді балғарымызға өтеміз. Мен осылай турадым. Дәл осылай турап алыңдар, міне. Балғардан 5-ін алдым, жасылынан, ал қызылынан 2-ін алдым, қыздар. Міне укропымыз, петрушкамыз барлығын осылай. Кішкентай бумадан, бір бумадан алдым. Дәл осылай барлығын үсті-үстіне турап-турап салып аламыз, қыздар. Сарымсағымызды да аршып, екі бас сарымсақ турадым мен, қыздар. Дәл осылай, міне. Қызыл ашшымызды да турадым, одан 2 бас турадым. Жуамыздан 3 бас алып, 3-ін осылай турап шықтым, қыздар. Дәл осылай турап аламыз барлығын. Жуа ерекше дәм береді. Мен жуа қосқан кезде уксус құйып жауам. Жуа қоспаған салатқа уксус құймаймын, қыздар. Жуа себебі уксус құймасаң болмайды. Жапқан кезде жуа салған салатқа обязательно уксус құйыңыздар, қыздар. 2 ас қасық тұз саламыз, толтырып. 120 грамм сұйық май қосамыз. Дәл осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұзы бір-біріне тию керек, қыздар. Жақсылап араластырып болып, бетін жауып, қойып қоямыз. Тұзы сіңу үшін дәл осылай жауып тастаймыз бетін, қыздар. 30 минутқа жауып, бетін қоямыз. Қақпақтарымыздың бәрін паритетеміз банкымызбен қоса. Мен қақпақты саламда үстіне банкыны паритете берем, қыздар. Міне суымыз қайнасын, қазір банкіге салып қойып жібереміз, қыздар. Міне 30 минутымызда өтті, тағы бір араластырып, банкілерге салып, жақсылап банкілерге тығыздап саламыз, қыздар. Өзінің соғы өзіне жетеді. Даже менде ауысып та қалды соғы, қыздар. Міне дәл осылай қылып салып аламыз. Барлық банкыны осылай толтырып аламыз. Нығыздап салың, қыздар, жақсылап. Өте тамаша салат, қыздар, менімен жасап көріңдер. Міне барлығын салып болып қалды, қыздар. Енді қалған суын, согын, помидордың барлық банкіге толтырып құйып шығатын боламыз. Дәл осылай барлық банкыны толтырып,
түбінде чесноктары қалып қояды, сарымсақтарымыз, оларды да барлық банкеге бөліп салып жібереміз қыздар. Мен лавровый, қара домалақ, перец салмадым қыздар. Как өзі кәдімгі жаздағыдай свежий болып тұрсын деп. Соның үшін салмадым. Тек ерекшелігі сарымсақпенен жуаны молдау қостым қыздар. Жазғы салат болып тұрсын деп. Дәл осылай бәрін батырып шығамыз. Осы банкеге салғаннан кейін бәр суын құйып шыққасын, мен қайнатқанда суы деген тасып кетті қыздар. Соғы өзінен ауысып та қалады. 40 минутқа қайнаған судың үстіне майлықты тастап, полотенце тастайсыңдар ма, өздеріңіз білесіңдер енді. Бұл майлықты қойып атқан себебім қыздар банкі жарылып кетпесін деп. Банкіні жарып жібереді ғой, соның үшін сонда осыны қоям. Көбі сұрақ қояды, майлықты не үшін қоясыңыз деп. Банкі сынбас үшін қоям. 40 минут міне қайнатып алдық қыздар. Суы азайса құйып тұрасыңдар қыздар. Біреу сыймай қалды, бөлек қайнаттым қыздар. Міне дәл осылай міне қайнатып аламыз. Міне уақыты болды, алып 1 шай қасық 9% уксустан құйып, әр банкеге қасықты толтырмай құйыңдар қыздар. Көптен қажет жоқ, тек жуа болғасын тамызып батырмыз. 1 чай қасық құйсақ, толтырмай 1 қасық қант салып, болды жауып тастай береміз қыздар. Дәл осылай жауып тастаймыз. Барлығына да сөйтіп, қасық толтырмай уксус құйып, 9% одан қантымызды саламыз қыздар. Өте тамаша салат қыздар, менімен жасап көріңдер. Осы салат кеңес берем жасауға, өте тамаша салат негізі. Міне салаттарымыз даяр қыздар. Өте тамаша шықты, цветін қараңызшы, әдемі шықты. Ас болсын.